Мә қыздар, қазір үйге келіп отырмын да. Қазір балалар еще ұйықтап жатыр, сол үшін жай сөйлеп отырмын кішкене. Үйге келгенше кішкене комментарий оқып келдім. Білесіздер ма? Мына комментарийлер прям мен қорыққан комментарийлер болды. Бірақ дегенмен де күшті комментарийлер қолдап жатқан жандар өте көп. Көп рахметімді айтамын ол кісілерге. Бірақ дегенмен де нажалость деп айтатындарға айтқым келетіні, өтініш, менің өмірімді, менің тағдырымды, мен осы өмірімде болған, мен сіздерге көрсетіп жатқан нәрсенің бәрін құнсыздандырмаңыздаршы, өтініш. Себебі бұл жалғыз болып көрінуі мүмкін сіздерге, бірақ менің ниетім қандай болды ол жерде. Бұл видеоны салудағы мен өзім оны бір қиналып, сәл бір 100%-ға бір уверен болып та салған жоқпын. Сіздерге мойындай салайын ол нәрсені. Өзімде де қорқақтап, сәл іште біртүрлі болып. Ол оңай нәрсе емес. Ал жалпы айтқым келіп тұрған нәрсе, мен негізі макияжым сүртуге келіп отырғанмын ғой. Жалпы айтқым келгені, ол видеоны салатын кезде менің ең бірінші ойым әйелдерге мотивация. Тура менімен тағдырлас жандар өте көп әрине. Сол тура менімен тағдырлас жандарға мотивация болу үшін. Себебі жарты жолдан сынып жататын адамдар қаншама болады. И мен өзім де кезінде ол ситуациялардың арасы сынған моменттерім болған. Мен оны мойындаймын кәдімгідей. Сынып, жылап, неге маған осындай өмір берді, неге мен соншалықты қиналдым деген сияқты кәдімгі Құдайға ренжіген моменттер болған. Мен сіздерге шындығын айтамын. Сондай моментте өтіп жатқан болсаңыздар, осы видеоны көрген жан қазіргі мен состояниемді көріп, осындай жағдайға жетуге болатынына бір үміт болады. Білесіздер ме? Ал жақсы өмір сүріп, өмір бір қалыпта жүрген адамдарға ол уже шүкіршілік болады, тәубе болады. Мен өміріме шүкір, қазір жүріп жатырған. Бұдан да қандай қиын өмір сүріп жатқан адамдар бар деп олар өзінің шүкіршіліктерін айтатын болады. Одан бөлек сіздер мені уже көріп үйреніп қалғансыздар. Мен өзімді күліп, ойнап, үнемі билеп, солай жүргенге сіздер үйреніп қалғансыздар. Бірақ мен қазір білесіздер, өмірімде үлкен өзгерістер болып жатыр. Соның бәріне өзімді дайындап, қалай бар, солай. Бұл менің тағдырым. Мен оны Құдайдан жасыра алмаймын. Ол бәрін біледі. Мен өз-өзіме жасырам ба? Мен сіздерден соны жасырам ба? Деген ой келді маған. Сонда да енді пендеміз ғой. Қиналдым, салып жатқан моменттің өзінде жазып жатқан адамдар көп. Салмай қойса зачем деген сияқты. Бірақ енді өмірімде үлкен өзгерістер болғаннан кейін сіздерге бәрін қалай бар солай жаңа парақтан, жаңа өмірмен. Білесіздер ме, бүгін негізі мен екінші серия салуым керек болған. Саламадым ол серияны. Екінші серияны бүгін саламадым. Ертең енді бір күш жинап сала аламын деп ойлаймын, себебі маған ауырлау сонда да. Өзім маған дайын бұл видеоны жіберген кезде, көрген кезімде шынымды айтамын. Анда болады ғой, өзің видеоны өзің көріп тұрып, қарағың келмей тұратын моменттер болады. Тура сондай чувство болды. Білмеймін. Дайынмын ба, дайын емеспін ба деп ойланып қалдым. То есть, короче,
Өскеменде новый нәрсе ашылған екен, новый торговый центр ғой, біздегі апорт сияқты. Сол жерге келдік, ішінде неше түрлі нәрселер бар екен. Новый ашылып жатқаннан кейін енді кішкене басқандайлау атмосфера болып тұр. По-любому Алматыдікіне жетпейді де. Ойнап айтам. Сол, короче, подругалармен жүрмін. Бүлдіретін нәрсен бәрін бүлдіріп алдым. Может көрініп тұр, может көрінбей тұр. Білмеймін енді. Ну вот, в общем, жүрген жүріс. Кстати, Аянға қолдау білдіріп бармадыңыз ба деген. Бұл менде Аянға үміткер болып бармай тұрып, давно шешіліп қойған нәрсе еді. Өскеменге келу деген, сол себепті не получилось. Бекітіп жатыр екен ағайындар. Машалла. Бұл жай ауыз бекітіп жатыр екен. Сетің стамайды да, бұл жай сен жақта, сен кірмей ақ қоясың, сетің бизнес болып тұр ғой, да. Келтіресің. Привет!